Тұңғандар мылтық атып отыр. Бүгін Жамбыл облысы Қордай ауданы Масанчи ауылында тұрғындар арасында жанжал шықты. Масанчи ауылы аудан орталығынан оңтүстік-шығыс бағытта 46 км ары Қырғыз Республикасымен шекаралас маңында орналасқан. Жергілікті халықтың басым бөлігін дүнгендер құрайды. Ауылдың аты дүнген революционері Мағазы Масанчидің құрметіне берілген. Орын алған төбелеске не түрткі болғаны әлі нақты анықталмады. Жағдай қазір бақылауда, деп мәлімдеді департамент. Ведомство жанжал шығарғандар мен төбелескендерді анықтап жатқанын хабарлады. Жамбыл облыстық полиция департаменті тек ресми ақпаратқа сенуге, желіде тараған ақпаратты тексеруге және жалған сөз таратқандар жауапқа тартылатынын ескертті. Қазір департаменттің тергеу басқармасы аймақтағы тұрғындар арасындағы төбелеске байланысты тергеу бастады. Сотқа дейінгі тергеу қылмыстық кодекстің бұзақылық бабы бойынша жүргізіледі.